Сәлем балалар, бүгін 76-шы сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу рөлге бөліп оқы. Жау-жау жаңбыр. Таңертең бұлт сұрланып, құйды селді себелеп, жел қосылып, долданып, болды нөсер керемет. Жау-жау жаңбыр, жау жаңбыр, жау егіннің көгі өссін, сұлудай бұраң құрақты, айдын шалқар көл өссін. Бейімбет Майлиннің өлең жолдары. Нөсер, қатты жауатын өткінші жаңбыр. Тапсырма, жаңбыр жауарда ауа райы қалай өзгереді? Алдымен жаңбыр жауарда аспан бұлтқа айналады, бұлт түнеріп, артынша жаңбыр жауа бастайды. Жаңбырдың қандай пайдасы бар? Жаңбырменен жер көгерер деп бекер айтылмаған. Жаңбыр жерді қуаңшылықтан сақтайды. Жаңбыр мол болса, егін жақсы шығады. Ағаштар суға қанады. Жаңбырдың пайдасы зор. Тағы да қандай пайдасын білесіңдер? Жарайсыңдар. Екінші жаттығу мәтінді қатесін түзеп жаз. Бұлт ортасынан ыдырады, ауа райы бұзылды, күн көзі бұлтқа енді, жаңбыр жауды. Қимылды білдіретін сөздерді тап. Ыдырады, не істеді? Ыдырады. Ауа райы бұзылды, ауа райы не істеді? Бұзылды. Күн көзі бұлтқа енді, не істеді? Енді. Жаңбыр жауды, жаңбыр не істеді? Жауды. Қимылды білдіретін сөздер ыдырады, бұзылды, енді және жауды. Үшінші жаттығу берілген сызба бойынша сөйлем құра. Бірінші сызбаға оқушылар сабаққа келді. Оқушылар не істеді? Келді. Қайда келді? Сабаққа. Кімдер сабаққа келді? Оқушылар келді. Екінші сызба бойынша сөйлем. Мұғалім сыныпқа кірді. Кім? Мұғалім. Мұғалім не істеді? Сыныпқа кірді. Қайда кірді? Сыныпқа кірді. Байланыстырып осылай құрадық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.